Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясы, Республикалық қоғамдық бірлестігі салалық кәсіптік одақтар мен өзге ұйымдық құқықтық нысанда құрылған коммерциялық емес ұйым болып табылады. Салалық кәсіптік одақтарды, бұдан әрі салалық кәсіподақтар, аумақтық, облыс, республикалық маңызы бар қалалар, Астана деңгейіндегі кәсіподақтар бірлестіктерін біріктіреді. Біздің облыстық Маңғыстау облыстық ауруханада 1157 медицина саласына қызметкер бар. Соның 937 біздің кәсіподақ мүшесі. Енді біздерді бұлай жалақымызға қарағанда мұнайшылармен теңдетуге болмайды. Бірақ сонда да кішкене азымыз түскен біздің өзімізге қоржынымыздағы профсоюздың ақшасын кішкене осы біздің медицина саласындағы облыстық аурухананың қызметкерлерінің пайдасына асырып тұрмысып жатырмыз. Ол енді бұлай жағдай. Қаражатпен көмектесеміз. Жағдай жоқ кісілерге, және жылма-жыл бірінші сыныпқа баратын балдарға, кішкене көп отбасыларға балдар көп, соларға көмектесеміз, құжаттарға, ақшалай, және жағдай жоқ кісілерге де кішкене бір қаражатпен көмектесеміз. Нағыз маңызды жұмысымыз ол емес біздің. Мына мерекеде бәріне де қатынасамыз ғой, бірақ нағыз маңызды жұмыс біздің мына осы қызметкерлердің құқықтарын соны біздер қорғауымыз керек. Біздің жаңағыдай заңдарда бар ғой, право на отдых, право на труд дегендей жаңағыдай. Соның бәрі сосында жаңа жұмыс істеп отырған жерінің қауіпсіз болу үшін соның бәрін біздер бағалаймыз, қараймыз. Енді өзімнің осы ұжымым ішінде енді 6 біздің член правкомымыз. Біздер енді барымызша көмек беріп жатырмыз. Оздоровление дейді, жаңағыдай денсаулық керек қой енді. Сол барымызша көмектесеміз. Осы Қазақстанның ішіндегі бәрі санаторийға барып болған шығар біздің қызметкерлері. Кеше мына індетпен байланысты көп көмек бердік, сертификат бердік. Жаңағыдай ақшасыз төлемей бесплатный дейді, ол сертификат. 10 кісі барып келіп біздерде демалып. Бұлай да сол жаңа өздерінің жұмысының стажымен байланысты біздер көмектесеміз. Сенім денсаулық сақтау жүйесі жұмыскерлерінің салалық кәсіподағы Республикалық қоғамдық бірлестігі Қазақстан Республикасындағы ең ірі салалық кәсіподақтардың бірі. Денсаулық сақтау ұйымдарының, ғылыми орталықтар, санаторий-курорттық және басқа да медициналық ұйымдардың қызметкерлерін, студенттер мен жоғары және орта кәсіптік білім беру мекемелерінің оқушыларын біріктіреді. Емханамыз 2008 жылдан бастап сенім денсаулық сақтау кәсіподағына өтті. 2009 жылдан бастап мен осы нөмірі 1 Ақтау қалалық емхананың бастауыш кәсіподақ ұйымының төрайымын. Өзім 1990 жылы Асфендияров атындағы университетке түскеннен бастап кәсіподақта мүше болып келемін. Кәсіподақта қызмет еткен өте ұнайды маған. Себебі біз өзіміздің медицина қызметкерлердің мүддесін қорғаймыз. Қазіргі қоғамда кәсіподақтың алатын орны өте жоғары деп санаймын. Себебі еңбекқорлардың, қызметкерлердің талаптарын жеткізу, олардың ойында жүрген сұрақтарына жауап беру, мүдделерін қорғау, заңдық әртүрлі кеңестер беру, әртүрлі тағы да басқа мәдени, спорттық, кәсіби шараларға қатысу, талаптандыру, ынталандыру кәсіподақ жағынан бізде өте жиі өтіп отырады. Сондықтан мен кәсіподақтың қызметкерлердің өмірінде рөлі өте зор деп есептеймін. Біздің емханамызда 552 қызметкер жұмыс жасайды. Оның ішінде 148 қызметкеріміз қазір декреттік демалыста. Сонда қазіргі таңда бізде 404 қызметкер жұмыс істеп жатыр. Олардың барлығы дерлік кәсіподақ мүшесі. 2018 жылғы 22 маусымда сенім денсаулық сақтау жүйесі жұмыскерлерінің салалық кәсіподақтағы Республикалық қоғамдық бірлестігі, Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясы, Республикалық кәсіподақтар бірлестігінің құрамына мүшелік ұйым ретінде қабылданды. Осы филиалда біз құқықтық мәселелер бойынша бізде слайдтық презентацияларына дәрігерлердің құқықтары туралы, олардың қандай құқығы және міндеттемелері бар екен туралы
материалдар дайындалып, ол бәр осы өңірдегі, Маңғыстау өңіріндегі бәр медициналық кәсіподақтарға бәріне жолданып, бірақ мына пандемияның шектеуіне байланысты бұл деген тек бес-ақ кәсіпорында, медициналық кәсіпорындарында офлайн әңгімелер, сабақтар жүргізілді. Негізі филиалменен осы таңға дейін 68 өтініштер қаралды. Оның көбісі енді 90% десек болады, еңбекақы бойынша, сосын ұжымдық шарттық бойынша, келісім комиссия бойынша және адвокаттарды ұсыну бойынша арыздар келіп, олардың бәріне квалификациялық шешім және жауаптар беріліп жатыр. Сонымен қатар енді деген тек құқықтық емес, кәсіподақ филиалының жетістіктерін айта кетсем де деп отырмын. Бізде деген жаңа күрделі осы ауызға толтырып айтатын мәселеміз бар. Ол біздің 5 қызметкер, 4 дәрігер, 1 мейірбикеге бастапқы взнос дейді, жаңағы тұрғын үй алу үшін бастапқы несін филиал атынан полностью жаңағы толығымен төлеп, сол 5 қызметкерлеріміз соның нәтижесінде қазір тұрғын үйлі болып отыр, жаңағы пәтерлі болып отыр. Кәсіподақтың негізгі атқаратын жұмысы жұмыс берушілермен келіссөздер жүргізеді. Жұмыскерлердің атынан жеңілдіктер мен әлеуметтік кепілдіктер көзделген келісімдер мен ұжымдық шарттар жасап, олардың орындалуын қадағалайды. Еңбек туралы заңнамалардың орындалуына қоғамдық бақылау жасайды. Еңбекті қорғау мен еңбек жағдайларын жақсартуға байланысты қоғамдық бақылау жүргізеді. Келісім және өндірістегі келеңсіз жағдайларды тексеру жөніндегі комиссия арқылы кәсіподақ мүшелерінің мүдделерін қорғайды. Құқықтық мәселелер жөнінде ақысыз кеңестер береді. 10 қазан Қазақстан кәсіподақтарының күні. Осыған орай өңірде салтанатты шара өтіп, кәсіподақ белсенділері марапатталды. Жұмыс беруші мен қызметкерлер арасындағы қарым-қатынасты реттеп отырған облыстағы ірі өнеркәсіп қызметкерлері аймақ басшысының алғыс хатымен және кәсіподақ орталығының құрмет грамотасымен марапатталды. Бүгінде жұмыс беруші мен қызметкерлер арасында орын алған дауды реттеп, қызметкерлердің құқығын шектеу сияқты мәселелердің орын алатыны жасырын емес. Кейде уақытта еңбек даулары соттың араласуымен шешіліп жатады. Осындай жағдайды ушықтырмай, мәселені оң шешу үшін кәсіподақтың атқаратын рөлі маңызды. 10 қазан Қазақстан кәсіподақтар күні болып белгіленген. Осыған байланысты қазір өңірлерде үлкен шаралар өтіп жатыр. Осы шаралардың басты мақсаты жалпы еңбек адамының құндылықтарын, осы еңбек адамына деген мүдделерін қорғау мақсатында кәсіподақтардың жұмыстары осыларды мадақтап, ұлықтау. Енді бүгінде осындай кәсіподақтар шарасына кәсіподақ ардагерлері қатысып жатыр, кәсіподақ мүшелері қатысып жатыр, кәсіподақтың төрағалары. Әрине, оларды істелген жұмыстарын баға беріп, осыларға марапат, құрмет көрсетіп, болашақ қандай жұмыстар атқару жөніндегі жоспарларды белгілейді. Енді республика бойынша Қазақстан Республикасы Федерациясы бүгінгі таңда ең ірі қоғамдық ұйымның бірі болып табылады. 2 миллионға жуық мүшелері бар, 23 салалық кәсіподақтары және 17-ге жуық аумақтық кәсіподақтар бірлестігін қамтитын үлкен ұйымдардың бірі. Осы ұйымның атынан біз осы өңірдегі, Маңғыстау өңіріндегі көптеген кәсіподақ белсенділерін марапаттап, жәндегі көптеген істелген жұмыстарына үлкен баға беру үшін арнайы келіп жатқан жайым бар. Енді бүгінде осы мәселелерді көтеру, ең бірінші мақсат кәсіподақтардың осы лайықты еңбек ақысы, еңбек қауіпсіздігі, жәндегі осы жалпы жұмыс беруші мен жұмысшылардың арасындағы алтын көпір іспетті. Біздің негізгі басты құндылықтарымыз осы мәселелерді әрі қарай дамытып, қарапайым еңбекші жұмыскерлерге, жұмысшыларға өздерінің қойылған сауалдарына, мәселелеріне жауап беріп, көптеген әлеуметтік әріптестікті дамыту барысындағы негізгі мақсаттарды алға қою.